Саламатсыздар ма оқырмандарым? Өкшеңіз жарылып кетті ме? Башпайыңызда саңырауқұлақ пайда болды ма? Варикоз бен остеохондроз мазалай ма? Бүгін осы сұрақтардың жауабын айтатын боламын. Бағасы қолжетімді. Кейінгі жылдары аса көп қолданылмайтын аспириннің шын мәнінде денсаулықты түзеуде көмегі көп. Одан варикоз, остеохондроз, табан тепкісіне қарсы қолданатын ерітінді әзірлеу жолын өспекпін. Оны ұнтақтап үстіне 250 грамм арақ құямыз, бетін жауып 1-2 күн тұндырасыз. Бұдан суспензия пайда болады, яғни таблеткалар толығымен ерімейді. Өкшенің жарылуы, башпайлар арасындағы саңырауқұлақ, табан тепкісі кезінде қолдану. Бірнеше қабатталған дәкені осы ерітіндіге малып, өкшеге, башпайлар арасына керекті тұсқа жақсылап жағыңыз. Ерітінді кеуіп кетпес үшін тезірек полиэтиленмен орап шұлық киіп алу керек. Түнде осылай ұйықтап, таңертең бәрін алып тастаңыз. Аяқты жылы сумен шайып, құрғата сүртіп, аяққа арналған креммен майлаңыз. Процедураны әр кеш сайын жасаңыз. Алғашқы процедурадан кейін табандағы жүрген сайын жаныңа батып ауыратын шпора кішірейгені сезіледі. Ал 10 күннен кейін өкше мен табандағы қатты және тығыз тері сән салонында арнайы күтіммен өткендей жұмсақ, нәзік болып шыға келеді. Осы ерітіндімен варикоз түйіндерін, остеохондрозды сүртуге болады. Ауырсыну кәдімгідей басылады. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.